Ай. Не? Мен қандай аралдамын? Менің құйрығым. Мен суперсермін ғой. Аяқ. Менде аяқ бар. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен мистер Бибер. Достар, бүгін біз суперсі болатын боламыз дегенде мен қандай аралға тап болдым вообще-то? Не деген суық мына жерде. Менің өзімнің мұзды өлкем бар еді ғой. Және менің патшалығым. Достар, айтпайды, мен су астындағы, сулардағы бүкіл балықтарды, бүкіл жануарларды, су астындағы бүкіл басқаратын менің әкем болады. Бірақ мен адасып кеттім. Мына қыздардан сұрақ көрейінші. Мүмкін білетін шығар. Сәлеметсіңдер ме? Құйрық. Тоқта. Қан? Аяқ? Құйрық. Достар, арна тірке лайк басып кетіңіздер. Жарайды, судың астында. Сәлеметсіңдер ме? Не ғой? Мынау кім? Жыланбастың жауынгерлер емес па? Андай сарбаздар емес па? Жыланбас. Достар, кім білмейді, жыланбасы, жыланбасы оны көзіне қарасаң тасқайланып кетесің. Міне достар, дәл осы сияқты оның көзіне қарасаң тасқайланып кетесің. Егер оның басын шауып алып, любой бір жануарларға, аңдарға, адамдарға қаратқансаң, олар тасарға айналып кетеді. Мына жерде бірнеше адамдар тасқайланған. Мыналар шабуылдап жатыр маған. Жарайды, менің қолымда трезубец бар еді. Кетік. Мен өзімнің жерін тауып керек. Бірақ мен қай жердемін? Мен мұхитта өмір сүремін. Олар маған тиісіп жатқан жоқ. Жібер мені. Достар, қараңыздар. Мен өзімді әкетіп бара жатыр, достар. Жібер мені. Қаш. Әкетіп бара жатыр мен. Жіберіңдер. Кетіңдер. Тиісті маған, жібер. Маған қарағанда мұқтырақ екен. Оналардың сарбазы. Өлем мен қазір. Аналар мені өзін бастықтары жыланбасқа кетіп тастады. Көзіне қарамау керек маған. Мен қолымда трезубец мен қылышым болатын еді. Оларды жоғалтып алдым. Ең бастысы көзіне қарамау. Жаңбыр ғой. Әлгі жыланбастың әлемінде жүрмін ба? Кет. Суперсі, сендер мен сияқты жүрамайсыңдар. Мыналарды арба баған достар, анау жыланбас. Арна тіке лайк басып отырыңыздар. Осының екінші бөлімі шықтым десеңіздер достар. Кетіңдер. Кет. Мына өлтіру оңай емес достар. Мен өзіме оружие жасауым керекпін. Оны жасауға бірнеше 3 жылдай ма кетеді. Өйткені менің оружием ең мықты оружие болған. Одан найзағай түседі, әрине. Оны жасауға маған 3 жыл кетеді. Оны мен өз қолыммен жасалғам. Шұңқырға түсіп кеттім. Жарайды, оны жасап болған соң видеоны дәл осы жерден жалғастырамын. Достар, міне мен жасадым. Мына жерде уже достар 19 рет қыз жар болып өтті ғой. Достар, мен егер әлгі жыланбаспен шайқасын десеңіздер достар, осы арнаға 100 лайк жинап тастайық. Сол кезде достар, осының екінші бөлім шығатын болады. Мен бірінші оны өлтіру үшін оның оққағарлар жәңгілдегі суперсілерін өлтіру керек бірінші. Солардың бәрін мыз басып қалыпты. Судың астына кеттік.
Маған бірінші олардың оққағарларын өлтіру керек, содан кейін барып оның өзін өлтіре аламын. Әйтпесе оны өлтіруге барсам оққағарлар келеді да жауып кетеді. Есімдір. Давай. Сын, давай. Я. Мә, мынау қаттеген жарайды. Соңғы удар. Я. Мә, саған. Ай. Мә. Ох, сындырамадым. Короче. Қаттан сындырамыз. Мә. Я. Қандай қатты мынау мұз. Біздің жердің мұзы жұмсақ еді. Мыналардікі вообще қатты ғой. Өздерің қайлама. Ой. Сынбай кеткен ес. Ой, зор асындырдым ау. Жарайды. Мен кеттім. Мен мұнан күшін сынап көрейін. Осы мен жақсылып дайындалуым керекпін. Хоба, әлі былай айланды сразу былай ұрып көзіне қарамай. Ойнан сразу ұрып тастау керек. Жарайды, дайындалайын. 3 айдан соң. Вообще дайындалып болдым. 3 ай өтті достар, прикинь. 3 ай жаттықтым және де ал 3 ай тағы достар 3 аптадан соң менің туған күнім болады енді. Мен туған күнім деген шын өмірде емес енді. Майнкрафтта. 3 аптадан соң менің туған күнім болады достар. Құттықтай берсеңіздер болады қазірден бастап. Сол себепті арнаторға лайк басып отырыңыздар. Менің туған күнімде достар арнаторға лайк басып отырыңыздар осы видеоға. Достар, жарайды. Короче, сіздердің үлкен сыйларыңыз маған сол болады. Мен әлгі не ойбай ламаспен төбелесуге қалай мына арал мен мына үйді өмірімде бірінші рет көріп тұрған жоқпын. Өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Ештеңе жоқ достар, қараңғы. Қалай? Жарайды. Кеттік. Шықшы мынаяқтан. Қазір тағы да мұз сындырамай 2 сағат отырамыз. Әлгі жыланбастың өзін осы жерге шақыру керек сияқты. Не болмақ? Өзі мына жерде жүр екен. Адам? Сәлем, сен жота түрің таныс қо? Жо, мен көрмегенсіз мен. Не, сіз мұны не сөйлесіз? Ана 8 аяқ ойбай, қара 8 аяқ. Анау жыланбасты көзін құртшы, айтпесе менің жыныма тиіп. Анау көзіне қарағым кеп тұрған жоқ, короче, ол судан шыға алмай жатыр. Жарайды. Ең басты оның көзіне қарамау. Абыла ақ түлкі, оның көзіне қарамайды, айтпесе ол сен мұзға айландырып тастайды. Ай. Найзағай. Найзағай мені бар. Көзіне қарамаймыз. Егер найзағай бермейді. Басы. Ай, найзағай өзіне әсер еткен сияқты. Жоқ, нормально. Кет, құры, жоғал. Сен өлтіршін маған бәрі. Сарды барыстағы сенің жота көрінді сенің әскерлерін. Ең басты достар, көзіне қарап қоймау. Сен өзіне жақын етпей. Көзіне қарамай. Достар, бұл жерде көзіне до конца қарамау керек. Бұлайнан құрсынан ашын көрініп тұрып. Бетіне бұлайнан қарай салсын достар. Достар, өлтірдің, басы жоқ. Басын алып алайық. Арнаторға лайк басып отырыңыздар. Өлтірдім. Ақ түлкі, қара, өлтірдім мен оны, ақ түлкі. Ақ түлкі ренжіме, кешірме, мен білген жоқ не. Мен сен түріңе, достар, мен оның түріне қарай салсаң тасқайланып кетеді ғой, тақшы. Кешір. Рахмет. Как раз маған тас керек болып тұрады. Кешір, сен досың өлтіріп қойдың мен. Міне оның мәйіті.
достар, арнатрге лайк басып кетіңіздер. Осындай видео болды. Негізі мен оны келесі бөлімге қалдырып едім, бірақ бүгінгі бөлімге түсіп берген жарайды. Достар, енді сіздерге осы суперсінің только ешқандай шабуылсыз, только өзінің видеосын шыққанын қаласаңдар, осы айтамай қалдым ғой. Короче, жыланбас сондалар болмаған қаласаңыздар, осы суперсінің өзінің рөлін қаласаңдар, достар, комментарияға жазып беріңіздер. Суперсінің өзін түсірші, анау мынау деп, достар. Ал мен өз қалама, короче, өз қаламы су астындағы өз қалама кеттім, іздеймін оны. Сіздермен болған мен мистер Бейбіт. Келесі жүзгенше қош сау болыңыздар.